Өзге де тақырыптар, әлеуметтік желілердің мүмкіндігі мен зиянын жастар қаншалықты айыра алады. Заман талабына бейімделген бүгінгі буынға дұрыс қолдану тетігін қалай үйретеміз? Жас отан жастар қанаты ел азаматтарына осы бағыттағы түсіндірме жұмыстарын бастап кетті. Жыл аяғына жоспарланған жастардың республикалық 4-ші съезі аясында ұйымдастырылған жиынға мегаполистегі барлық жоғарғы оқу орындары мен колледждердің студенттері шақырылған. Өйткені ғаламтор беттерінде сағаттап отырып, әлеуметтік желілерді жиі пайдаланатындардың дені жастар дейді жас отандықтар. Social Networkers метап шарасына блогерлер мен вайнерлер, қоғам қайраткерлер мен бақ өкілдері қатысып, тәжірибелермен, түйгендермен бөлісті, пікір алмасты, әрі ғаламтор арқылы тарайтын пайдасыз ақпараттар тақырыбын талқыла салды. Оның ішінде суицид пен лаңкестік әрекеттерге жетелейтін жүйесіз үгіттерден барынша аулақ болуға үйрету бізден басталу қажет деген ұсыныстар да айтылды. Жастардың сол әлеуметтік желідегі дұрыс ақпаратты, өзіне пайдалы ақпаратты, пайдасы жоқ бұрыс ақпараттан айыра алуына ықпал ететін және оны түсіндіретін біз, яғни оны қолға алу керек деп есептеймін. Осы мақсатта біз осындай кездесуді бастама қылып алып өткізіп жатырмыз.